Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ тіліндегі тәуелдік жалғаумен танысамыз. Тәуелдік жалғау орыс тілінде притяжательное окончание деп аталады. Жалпы тәуелдік жалғау дегеніміз не? Тәуелдік жалғау дегеніміз бір заттың басқа бір затқа тәуелді екенін білдіретін қосымша. Балалар, тәуелдік жалғау жекеше және көпше түрге бөлінеді. Жекеше түрі орыс тілінде единственное число деп аталса, көпше түрі множественное число деп аталады. Тәуелдік жалғау үш жаққа бөлінеді. Жақ орыс тілінде лицо. Балалар, барлық айтылатын түсіндірілетін ережелер орыс тіліндегі аудармасы кестеде тұр. Бірінші жақпен танысатын болсақ, менің, мой. Егер сөздің соңғы дыбысы дауыссыз дыбысқа аяқталса, жалғауларын жалғаймыз. Үлгісіне назар аударамыз. Менің жемпірім. Егер сөздің соңғы дыбысы дауысты дыбысқа аяқталса, жалғауын жалғаймыз. Менің бәтеңкем. Тағы да айта кететін жайт, дауыссыз дыбыс орыс тілінде согласный звук, ал дауысты дыбыс гласный звук. Менің жемпірім, менің бәтеңкем. Келесі түрі второе лицо, екінші жақ. Сенің, твой. Егер сөздің соңғы дыбысы дауыссыз дыбысқа аяқталса, жалғауларын жалғаймыз. Сенің жемпірің. Р дыбысынан кейін жалғауы жалғанып тұр. Егер сөздің соңғы дыбысы дауысты дыбысқа аяқталса, жалғауын жалғаймыз. Сенің бәтеңкең. Келесі сыпайы түрде сіздің, ваш. Егер сөздің соңғы дыбысы дауыссыз дыбысқа аяқталса, жалғауын жалғаймыз. Сіздің жемпіріңіз. Ал дауысты дыбысқа аяқталса, жалғауын жалғаймыз. Сіздің бәтеңкеңіз. Балалар, тағы да қайталап айтамын. Дауыссыз дыбыс согласный звук, дауысты дыбыс гласный звук. Келесі үшінші жақ, третье лицо, оның, его или ее. Егер сөздің соңғы дыбысы дауыссыз дыбысқа аяқталса, жалғауын жалғаймыз. Оның жемпірі. Егер дауысты дыбысқа аяқталса, жалғауын жалғаймыз. Оның бәтеңкесі. Дауысты дыбыс, гласный звук. После окончание с, бәтеңкесі. Келесі тәуелдік жалғаудың көпше түрімен танысамыз. Көпше түрі множественное число. Тәуелдік жалғау жалғаған кезде көпше түрде бірінші лар, лер, дар, тер, тар, тер жалғауларын жалғап, одан кейін тәуелдік жалғауын жалғаймыз. Мысалы, бірінші жақта первое лицо біздің, наш. Жалғауын жалғаймыз. Біздің кітаптарымыз, біздің киімдеріміз. Жалғауларға мұқият назар аударамыз. Келесі екінші жақ, сендердің, ваш. Жалғауларын жалғаймыз. Сендердің кітаптарың, сендердің киімдерің. Сыпайы түрде сіздердің, ваш. Сіздердің кітаптарыңыз, сіздердің киімдеріңіз. Жалғаулары жалғанып тұр. Жалғауларын жалғадық. Келесі үшінші жақ, олардың, их. Жалғауын жалғаймыз. Олардың кітаптары.
олардың киімдері. Р дыбысынан кейін жалғауы жалғанып тұр. Олардың кітаптары, киімдері, жалғауы жалғанып тұр. Балалар, тәуелдік жалғау жалпы ережесі осындай. Тапсырма орындаған кезде қиындық тудырса, осы қосымшадан қарап орындасаңыздар болады. Сау болыңыздар.